Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен сатылымға арналған осындай әдемі әрі жұмсақ ватрушки булочкаларын дайындайтын боламыз. Өзім магазиндерге, мектептерге заказ қабылдап жүрмін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Онда бастадық. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құйып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдың орнына сливочный май салсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Қантымызды саламыз, дрожжымызды саламыз. Венчиктің көмегімен кішкене қант ерігенше араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен шығарылып процессқа салып дайындап аламыз. Барлығын бірдесінен салмаймыз, бөліктерге бөліп, осылай әдемілеп жұмсақ қамыр илеп аламыз. Кішкене қолға жабысып баратса, кішкене ұн сеуіп жіберулеріңізге болады. 50 граммдай 2 ас қасықтай сұйық май құйып жібереміз қамырымызға. Бізде тестамыз жұмсақ, әдемі болу керек. Осы сұйық майымыз жақсылап қамырға сіңіп кеткенге дейін жақсылап осылай илеп аласыздар. Илеп болған соң бетін пищевой пакетпен жауып, жылы жерге бөлме температурасында 2 сағатқа көтерілгенше ашытып аламыз қамырымызды. 2 сағатта қараңыздар, біздің қамырымыз қандай әдемі күшті болып көтеріліп шыққан. Енді столымыздың үстін кішкене майлап жіберсеңіздер де болады, немесе кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Қамырымыздың барлығын түсіріп аламыз. Біздің ватрушки булочкаларымыз барлығы бірдей теп-тегіс әдемі болып шығу үшін таразының көмегімен барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Мен 70-71 граммнан бөліп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай барлығын бір тегіс етіп осылай зуала жасап аламыз. Граммдап бөліп алдық. Бізде піскен кезінде барлығы бірдей әдемі болып шығу үшін листерімізге арасына алшақтау етіп қойып, бетіні сүлгімен жауып қоямыз 10-15 минутқа. Ол кезде начинкасын дайындап аламыз. Бізде творогымызға 1 штук жұмыртқамызды саламыз, және де қантымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап біркелкі қоймалжың әдемі масса болғанға дейін араластырып аласыздар. Іштерінде түйіршік болып қалмау керек. Мына осылай сұйық болғанға дейін блендерлеп алдық. Жаңағы қамырымыз демалып шықты. Қараңыздар, осындай ісініп әдемі болып шығады. Енді саусақтарымызбен ортасын шетіне қарап айналдырып, тура нан илеген сияқты, нанның формасын жасаған сияқты жасап аласыздар. Бір-біріне қатты жабысып қалмасын. Қазір пісіп жатқан кезінде де булочкаларымыз әрі ісінеді. Соны байқаңыздар. Барлығын формасын бірдей етіп жасауға әрекет жасаңыздар. Сол кезде сіздердің булочкаларыңыз өте әдемі болып шығады. Ішіне начинкасını 1 ас қасықтан толтырып саламыз. Одан артық бетіне дейін толтырып салмаңыздар. Пісіп жатқан кезінде ісініп ақып кетеді. 1 ас қасық салсаңыздар, соның өзі жеткілікті, өте әдемі болып шығады. Шетіне 1 жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз. Бұл кезде духовкамызды қыздырып қоямыз 180 градусқа. Бетіне мак сеусеңіздер болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Жаңағы бірінші лист булочкамыз пісіп жатқан кезде қалғандарды тура осылай жасап аламыз. Біз бұл булочкаларды магазиндерге өткізсек болады 150-200 теңгеден. Әрине өздеріңіздің шығындарыңызға қарап, тағы өздеріңіз қалағандай етіп есептеп шығарып алыңыздар. Әр жақта продуктының бағасы әртүрлі. Мен өзім 150-200 теңгеден магазиндерге өткізіп жүрмін. Мектепке өткізсеңіздер болады, садиктерге өткізсеңіздер болады. Өте күшті, балдар жақсы көріп жейтін ватрушки булочкасы осымен дайын. Қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде отырып осылай ақша тапсаңыздар болады. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Баршаңызға рахмет.